Всем привет! Бүгінгі күніміз осылай больницадан басталды. Ауыратын жол іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Қанша ауырмайын десең де енді денсаулығың сыр беріп тұрғаннан кейін енді больницаға барып көрінуге тура керек. Бірақ больницаға барсаң әйтеуір біреу барып әйтеуір қаның ішеді ғой. 8-ден 10 кеткенде больницаға барып анализ тапсырайын деп тұрсам, уже қабылдамаймыз, уже адам көп деп адамның нервысына ойнатып. Мен де до конца тұрып алдым, ол да до конца тұрып алды, бірақ мен жеңдім. Ұрыспасаң әйтеуір жаның шығарып бір ұрысып бермесең бұлар да бір қозғалмайды ғой. Құдай өзі ауыртпасын. Солай больницадан анализін тапсырып шығып, осы почтаға келсем бар ғой, бір баяғы заманға кіріп кеткенде боламын ше. Мынаның ішінде вообще ремонт жоқ. Еще біздің акиматтың дәл қасында жабысып тұрған жер ғой ше. Акимат қайқа қарап отыр дейін десең, акимат дәл қасында жабысып тұрғаннан кейін ремонттамағаннан кейін қоя қойсай. Қоя берш, күнде келіп жатқан жоқпын ғой деп солай өзім көптен күткен моя мечта дейма. Сол моя мечтама заказ беріп, бүгін солай доставкамды алып, солай үйге қарай тайдым күшті настроениемен. Солай бүгін больница жағалайтын күн, енді Құдай ауыртпасын. Солай қызымды киіндіріп алып қайтадан сыртқа қарай шықтық шаруаларымызбен. Тағы басқа больницаға бару керек болды. Солай больницаға көрініп қайттық. Аллаға шүкір, бәрі де оңынан шықты, қағаздарының бәрі оңынан шығып, мәз болып қайттым. Ауырмаңыздар, ауырмайтын жол іздеңіздер, аурудың жолы әрмен құрсын. Содан үйге келіп, манағы көптен күткен өзімнің моя мечта деп распаковка жасайын деп, осылай распаковка жасадым. Өзі көптен бері өзі мүмкіндігі болмай жүрген, өзі бәрі өз уақытымен дегенде рас қой. Бәрі қашан өз уақыты келеді. Сен қалағанмен Алла қаламайды екен, қашан өзі бұйырады, сол уақытта бұйырады екен. Бүгінгі бұйырған осы кітабым үздіксіз дамудың құпиясы мен түйсігіңді ойла деген. Осы кітаптарды көптен бері алғым келіп жүрген, заказ бергім келіп жүрген. Қуанып деген ана кітаптарды алғаныма риза болып деген. Енді бұйырса бастап қойдым уже кітапты. Алдағы уақытта оның нәтижесімен тағы да бөлек бөлісетін боламын. Сіздер оқып кеткен болсаңыздар, оқып кеттім деп комментарий жазып кетіңіздер. Оқымасаңыздар, оқыңыздар. Кеңес беремін, уже 1-2 парақшасын оқығаннан бері уже нәтижесі бар да, сондықтан сіздерге айтып жатырмын. Оқымасаңыздар, оқыңыздар. Ал маған сәттілік.